Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге бюджетный торттың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Құрамына ешқандай да сүт қосуды, сливки қосуды қажет етпейтін, влажный болып шығатын, қайнаған судан дайындалатын торт жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші алдын ала електен өткізіп алған ұнымызды қосамыз, қопсытқыш және де ас содасын қосамыз. Ас содасы міндетті түрде қосуды ұмытпаңыздар. Одан кейін қантымызды салып, венчигіміздің көмегімен араластырып аламыз. Барлық құрақ қоспамызды араластырып болғаннан кейін ортаңғы бөлігін сәл ашыңқырап қоямыз. Одан кейін үстіне жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқаны салғаннан кейін қайтадан венчикпен араластырып аламыз. Үстіне күнбағыс майын құямыз. Енді осы барлық қоспамызды жақсылап тұрып араластырып аламыз. Бізде міне осындай қоймалы жың масса пайда болуы керек. Енді біз бұны шет жаққа алып қоямыз. Ыдысымызға қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Міндетті түрде қайнаған ыстық су болуы керек. Үстіне какаоны саламыз. Осы екі қоспамызды венчикпен араластырып аламыз. Міне біздің какао қосылған сұйықтығымыз дайын. Енді осы сұйықтығымызды дайындап алған массамыздың үстіне құямыз. Қайтадан венчикпен араластырамыз. Міне біздің массамыз дайын болды. Осындай қоюлықта болуы керек. Енді бисквитті пісіруге кірісеміз. Мендегі форма диаметр 22 см. Астына фольга төсеп, сұйықтығымызды құйдым. Қазір мен осы сұйықтықты құйғаннан кейін бетін фольгамен жабамын. Себебі осындай құрамнан тұратын бисквиттер тау сияқты көтерілу мүмкін пісіру барысында. Сол үшін фольгамен жабамыз. Фольганың жылтыр бетін төмен қарай қаратамыз. Бетін жапқаннан кейін шаншқымен 4-5 жерінен тесіктер жасап шығамыз. Ең бірінші алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 25 минут пісіріп аламыз. Фольганың беті жабық күйінде. Одан кейін 25 минут уақытымыз өткеннен кейін духовкамызды ашып, бетіндегі фольганы алып тастап, қайтадан 180 градуста ашық бетімен тағы да 25 минуттай пісіріп аламыз. Оған дейін кремін дайындауға кірісеміз. Менде кремге қаймақ және де вареный сгущенка қолданып жатырмын. Қаймақтың пайызы 20%, одан кем болмауы керек. Қалауларыңызша кез келген крем қолдансаңыздар болады. Мен осы екі қоспамды миксердің көмегімен араластырып алдым. Міне біздің креміміз дайын болды. Біз тортты жинағанша кремді тоңазытқышқа қойып қоямыз. Біздің бисквитіміз дайын болды. Піскен-піспегендігін осындай ағаш таяқшамен тексеріп көреміз. Егер бізде таяқшамыз құрғақ болса, бисквитіміз пісті деген сөз. Бисквитті 10 минуттай салқындатып аламыз. Одан кейін 10 минут уақытымыз өткеннен кейін пышағымыздың көмегімен шеткі жақ бөліктерін босатып, одан кейін сәл томпақ болып тұрған бөлігін осылайынан міне пышақпен кесіп алып тастаймыз. Бізге тегіс торт болғандығы керек. Бұны біз әсемдеуге қолданатын боламыз. Енді осы бисквитті мен бірдей 3 бөлікке бөліп аламын. Үстіңгі бөлігімне осылай кесіп алдым. Міндетті түрде осылай решеткаға қойып қойсаңыздар, торттарыңыз біркелкі болып тұрады. Міне келесі бөліктерін де кесіп алдым. Барлығы менде 3 бисквит, барлығы жұп-жұмсақ, күшті болып піскен. Енді тортымызды жинауға кірісеміз. Ең астыңғы бөлігіне төбесін кесіп алған үстіңгі қабат жағын қоямын, теріс қаратып. Одан кейін крем жағып аламыз. Екінші бисквитті қойдым. Енді тортымыз біркелкі болу үшін осылайынан кольцоны пайдаланып жатырмын. Кольцоны кигізіп, қысыңқырап, одан кейін тортымызды ары қарай жинауға кірісеміз. Крем жағамыз толықтай. Одан кейін үстіне қайтадан бисквитті қоямыз. Соңғы бисквитімізді қойып, оның үстіне де кремімізді жағып аламыз. Енді кремімізді толықтай жағып болғаннан кейін бетін жауып тоңазытқышта кем дегенде 1 сағатқа қойып қойыңыздар. 1 сағат уақыт өткеннен кейін әсемдеп алсаңыздар болады. Міне біздің тортымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай өте оңай жасалады. Қайнаған сумен жасалған бисквит өте дәмді болып шығады. Егер де сіздерге видео ұнап жатқан болса, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде каналыма шыққан рецепті ең бірінші болып көретін боласыздар. Қараңыздар, біздің тортымыз өте күшті, влажный болып шыққан. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Келесі кездескенше.